1917 жылы қазан төңкерісінің нәтижесінде Ресей империясы құлады. Билікке уақытша өкімет отырды. Уақытша өкіметтің қазақ мүддесін қорғамайтындығын білген алашордалықтар Алаш партиясының бағдарламасын 1917 жылы Қазақ газетінде жариялады. Алаш партиясы өз бағдарламасын жариялағанда кеңес үкіметінің бағдарламасы әлі жарияланбаған еді. Алаш партиясы өз бағдарламасын жариялап болғаннан 2 айдан кейін кеңес үкіметі өз бағдарламасын жариялады. Онда Ресей империясының езгісінде қанауында болған бодан елдердің мүддесін қорғаймыз деп жариялады. Алайда бұл кеңес үкіметінің қағаз жүзіндегі уәдесі еді, ал іс жүзінде 1920 жылы Алаш партиясын таратты. 1922 жылдан бастап Алаш партиясының мүшелерін ұлтшылдар, жікшілдер деп айыптап, оларды қудалау, жазаға тарту, қуғын-сүргінге салу, ату жазалары белең алды. Алаш партиясының бағдарламасын құрастырушылар Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлы, Елдес Ғұмаров, Есенғали Тұрмағанбетов, Ғабдулхамит Жүндібаев, Ғазымбек Пірімжанов. Бағдарлама 10 тараудан тұрады және әр тарауының тақырыпшасы бар. Мемлекет қалпы, яғни мемлекетті басқару формасы. Ресей демократиялық федеративті республика болуға тиіс. Демократияның мағынасы әр мемлекет өз билігін өзі жүргізу, өз тізгінін өзі алып жүру. Ал федерацияның мағынасы көп ұлтты елдегі тең мемлекеттердің бірігуі. Үкімет басында құрылтай жиналысы мен мемлекеттік дума тарапынан белгілі мерзімге сайланған президент болуға тиіс. Президент халықты министрлер арқылы басқарады, ал ол министрлер құрылтай жиналысы мен мемлекеттік дума алдында жауапты болады. Депутаттардың барлығы төте және құпия жолмен сайланады. Сайлау құқығы қанына, дініне, еркек-әйелдігіне қарамастан беріледі. Заңды тек мемлекеттік дума шығарсын және мемлекеттік дума үкімет үстінен қарап ісін тексерсін. Мемлекеттік думаның запрос, яғни сұрау жасауға құқығы болсын. Және мемлекеттік думасыз мемлекеттік салық салынбасын. Екінші, жергілікті бостандық. Қазақтар мекендейтін облыстар бір тұтас болып, өз тізгіні өзінде болсын. Сонымен қатар Ресей Республикасының федерациялық бір ағзасы деп есептелсін. Реті келсе, қазақ автономиясы көрші елдермен әзірге бірлестікте болу. Реті келмесе, бірден өз алдына жеке ел болу. Қайткен күнде де бүгінгі земстволықты қабыл алу. Алаш партиясы қазақтың би, болыс, ауылнайлары сияқты орындарында қызмет ететін адамдар елге пайдалы, ел үшін қызмет ететін адамдарды жинауға тырысады. Земстволардың управаларында, милицияларында адал ниетпен қызмет ететін адамдардың халық қалаулылары болғанын қадағалайды. Алаш партиясы әділдікке жақ, кедейлерге жолдас, жәбірлеушілерге жау болады. Күш-қуатын игілік жолына жұмсап, елді даму жолына бастайды. Үшінші, негізгі құқық. Ресей Республикасында адамдардың бәрі дініне, қанына, еркек-әйелдігіне қарамай тең болсын. Жиылыс жасауға, қауым ашуға, жария еркін сөйлеуге, газет шығаруға, кітап бастыруға еркіндік берілсін. Мемлекеттік қызметкерлер үй иесінің рұқсатынсыз ол үйге баса көктеп кірмесін. Ол кездері мансабын асыра пайдаланып, үйге рұқсатсыз кіру, тұтқындау белең алған. Сондықтан сот айыпты деп таппай тұрып, тұтқындамасын деп өз ұсыныстарын жазған. Қылмысты болған адам сот бар жерде 24 сағат ішінде, сот жоқ жерде бір аптадан қалмай сотқа тапсырылып, түрмеге жабылса тек судья үкімімен жабылсын. Кісі қатын ашқанға айып салынып, оқығанға жаза қолданылсын. Төртінші, дін ісі. Дін ісі мемлекеттен жеке болу керек. Дін барлық адамға тең. Дін тарату еркіндігі болу керек. Дінге кіру не одан шығу әр адамның өз еркі. Мүфтилік қазақта өз алдына болсын. Неке, талақ, жаназа, балаға ат қою сияқты істермен молда айналыссын. Ал жесір дауы сотта қаралуы керек. Бесінші, сот және билігі.
Әр елдің билігі мен соты тұрмыс ыңғайына қарай болуы керек. Би мен судья жергілікті елдің тілін білуі керек. Аралас қоныстанған жерлерде соттың тергеп-тексеруі мен үкім шығаруы жергілікті елдің қайсысы басым, соның тілінде айтылуы керек. Би мен сотты орнынан тергеусіз түсірмеу керек. Билік пен сот алдында жұрттың бәрі тең. Құдайдан кейінгі құдірет иесі би мен судья болып, барлығы олардың үкіміне мойынсынсын. Айтылған үкім тез арада орындалсын. Ауыр жазалы қылмыстар присяжный, яғни алқаби сотында қаралсын. Қазақтар көп жерде сот тілі қазақ тілінде жүргізілсін. Присяжныйларды, яғни алқабилерді қазақтан алсын. Қырдағы ауыл, болыс ішіндегі билік пен сот сол жердегі ел ұйғарған ереже жолымен атқарылсын. 6. Ел қорғау. Ел қорғау үшін әскер осы күнгі тәртіп бойынша ұсталмасын. Әскерлік жасқа жеткен жастар сол өз жерінде үйретіліп, өз жерінде қызмет етсін. Әскер құрамына бөлгенде туыстық қатынасына қарай бөлінсін. Бұл не деген сөз? Бұрынғы хандық дәуірде қазақтар жауға ұру болып шапты. Рулас адамдар бір-біріне бауырмал болып келеді. Бүгінгідей зорлық-зомбылық орнамас еді. Батыр атамыз Бауыржан Момышұлы да рулық қатынастың елді біріктіруші құрал екенін айтқан. Бұл туралы менің руын білу бөліну ме, бірігу ме деген видеоларымды көрсеңіздер толығырақ түсінесіз. Әскери міндетін қазақтар атты милиция түрінде атқарсын. 7. Салық. Салық әл-ауқаты мен табысына қарай байға байша, кедейге кедейше әділ жолмен салынсын. 8. Жұмысшылар. Жұмысшыларды заңмен қорғау. Қазақ жерінде завод-фабрика аз, сондықтан қазақтың жұмысшылары да аз. Алайда Алаш партиясы жұмысшылар турасында социал-демократтардың меньшевик табының бағдарламасын жақтайды. Олардың бағдарламасы қандай болған? Социал-демократтық меньшевиктердің негізгі идеясы заңның үстемдігі, адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау, қорғау. Жұмысшылардың, фермерлердің, зиялы қауымның және халықтың орта тобының мүддесін қорғау. Жасына, жынысына, нәсіліне, денсаулығына, мүгедектігіне, отбасы жағдайына, гендерлік сәйкестігіне қатысты кемсітушіліктерге қарсы болған. 9. Ғылым, білім үйрету. Оқу ордаларының есігі жалпыға ашық және ақысыз. Елді жалпы сауаттандыру. Бастауыш мектепте ана тілінде оқыту. Қазақ тілінде орта мектеп, университеттер ашу. Оқу жолы өз алдына автономды формада болып, үкімет оқу ісіне кіріспесін. Мұғалімдер мен профессорлар өзара сайлау арқылы таңдалады. Ел ішінде кітапханалар ашу. 10. Жер мәселесі. Құрылтай жиналысы негізгі заңды жазғанда жер сыбағасы алдымен жергілікті жұртқа берілсін десін. Қазақ өзі отырған жерден сыбаға алып жайғасқанша қазақ жеріне переселендер келмесін. Бұрын переселендер тарапынан алынған, бірақ игерілмеген жерлер қазаққа қайтарылсын. Қазаққа тиетін жер сыбағасын жергілікті комитеттер белгілесін. Сыбаға өлшеу жердің топырағы мен шаруашылық түріне қарай жасалсын. Сыбағадан артылған жерлер земствоның қолында болсын. Артық тұрған жерден ел өсімі артқан кезде ауық-ауық кесіп беріліп отырылсын. Түркістанда жермен бірге су сыбағасы да кесілсін. Жерді қазақ үй басына иеленбей, ауыл-аймақ туысқан табына меншіктеп алу, яғни су мен жер тек бір адамның меншігі болмай, ортақ ауыл мен аймақ туысқандар иелігі болу. Өзара әділ жолмен пайдалану. Жер заңында жер сату деген болмау. Берілген жерді әркім өзі пайдалану. Пайдасынан артық жер сатылмай, земствоға алыну. Жердің кені, астыңғы байлығы қазынанікі болып, билігі земство қолында болу. Аса зор ағаш, зор өзендер мемлекеттікі болып, аз ағаш және көп байлықтары земство мүлкіне саналсын. Көріп отырғанымыздай, Алаш партиясының бағдарламасы елдің мүддесін қорғауға бағытталған. Алайда сол замандарда бағдарламаның мән-мағынасы бұрмаланып, оларды халық жауы деп көрсетті.